Статистика бойынша ер азаматтардың жасы әйел азаматтардың жасынан қысқа. Бастығыңыз сізге не үшін ұрысады? Әйелімізбен арамыздағы туатын жанжалды көңіліңізден бір нәрсе ұнамай қалды ма, сіз сол уақытта шешіңіз. Сәлем достар, бұл ер денсаулығы жобасының кезекті бөлімі. Бүгін бізде қонақта психолог маман. Біз бүгін ер адамдардың жалпы жүйке жүйесі жайлы әңгіме етеміз. Аға айтыңызшы, мысалы, ер адамдар көбіне эмоциясын білдірмейді, әйел адамдарға қарағанда. Сонда нәтижесінде, мысалы, жүйкелері бәрі бірде, соңында сыр беріп жатады. Соны алып келетін факторлар қандай, және нәтижесі қалай болып келуі мүмкін? Бізде жалпы қоғамда осы уақытқа дейін ер адамдарға деген белгілі бір көзқарас, психологиялық портрет қалыптасқан. Олар ер адам шыдамды болу керек, ер адам көз жасын көрсетпеу керек. Біз мысалы кейде балаларымыз жылап қалып жатса да, бір нәрсеге бір жас балалар ренжіп қалып жатса да, сен ер адамсың деп, сол бала кезден сол стереотипті біз балалардың санасына сіңіріп өсіреміз. Олар осындай стереотипте өздерінің бойындағы осы стереотип арқылы ол балалардың бойында комплекс пайда болады да. Олар ер азамат болғаннан кейін сол біздің бейсаналы түрде осы жаңағы айтып кеткен ер адамдардың эмоция дейміз, болмаса жаңағы энергияны іште ұстауы, ол белгілі бір уақытқа дейін ғана, мысалы сіз біреулермен ренжісіп қалдыңыз, болмаса әйеліңізбен ренжісіп қалдыңыз, эмоцияңызды іште ұстадыңыз. Мысал үшін сіз есік алдынан шықтыңыз, бір жолдасыңызбен барып сыраханаға барып сыра іштіңіз, мас болдыңыз, сол жерде бір адамдармен төбелесіп, мысалы, бір жағымсыз жағдайларға душар болуы мүмкін. Ол бір ғана мысал. Осы сияқты түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Бұл жерде сол ер азаматтардың осы ішкі энергияны ішке жинай беруі, негізі психологияда да бар. Адамдағы, мысалы, аурудың 95% ол адамның психикасынан болады. Бұл күнделікті өмірден де байқауға болады. Егер мен сізбен қатты ұрысып қалсам, қазір ұрысып қалсам, бір 2-3 сағаттан кейін менің уже сол нәрсені мен ұмытып кетпеймін ғой. Оны басымда айналдырамын, неге ұрысып қалдым, неге бұлай болды деп, соны ойлай, сол жағымсыз оқиғаны мен 2-3 сағаттан кейін менің басым ауырады. Болады ондай жағдай, бір жиі болады, бас ауырады, әлсіздік пайда болады. Адамда үйге барғаннан кейін енді сол жағымсыз оқиғаны біреулер 2 күнге дейін, бір аптаға дейін басына жаңағы санасына салып алып, соны басында айналдыра береді, қайта айналдыра береді, лента сияқты. Бұның өзі сол адамдардың ең бірінші стресске апарудың жолдары. Бұл адамдарды стресске апарады. Жаңағы айтып кеткендей, ішке жинала берген эмоциялар сізді мүмкін бір күні жүрегіңізді ұстауы мүмкін, болмаса сіз бір күні жаңағы инсульт алуыңыз мүмкін. Статистикада сондай ғой, мысалы, бізде жалпы Қазақстанда әйел адамдарға қарағанда ер адамдардың өмір жасы қысқарақ, себебі мысалы көп нәтижеде инсульт, инфаркт, барлығы жүрек қан тамырлары ауруларына байланысты. Соның барлығы жаңағы қатты ойлаудан, қатты ренжуден, қатты стресстен, өз-өзінде жаңағы ер азамат ретінде сыртқа бір берік қып көрсету үшін үнемі үлкен токсичная маскулинность мәселесі де бар. Үлкен күш жұмсалады да, оның барлығы ертең ол іште шықпағаннан кейін, ол бәрібір сізді бір жеріңізден, бүйрегіңізден шығуы мүмкін, бауырыңыздан шығуы мүмкін, болмаса жаңа айтқандай инфаркт, инсульт арқылы шығуы мүмкін да. Негізінен ер азаматтар тіптен ондай бір қатты ауырып жүргенін де білдірмейді да. Әйел адамдарды қарасаңыздар, олар бір күн басым ауырып тұр, бір күн ішім ауырып тұр, бір күн көзім ауырып тұр деп, олар 80-90 жасқа дейін өмір сүреді. Статистика бойынша ер азаматтардың жасы әйел азаматтардың жасынан қысқа. Бұның барлығы сол әйел азаматтар ішке жинап, бір күні аяқ астынан мысалы ұйықтап тұрмай қалуы мүмкін. Болмаса тағы да осындай бір келеңсіз, жағымсыз оқиғалардың құрбаны болып жатады. Сондықтан да бұл жерде айту керек. Мысалы сіздің кино көрдіңіз, болмаса бір көңіліңіз босады бір нәрсеге, оның ішке жиналған энергиялар ол сізден көзіңізден жас болып шығуы мүмкін да, сіз жеңілдеп қаласыз. Ол тек әйел адамдарға ғана тән емес, ер азаматтарда ол өзінде ішкі нәрседе физиологиялық, психологиялық құбылыстарды ол сыртқа шығарып отыру керек. Айқайлағысы келсе ме, айқайлау керек. Жылағысы келе ме, жылап келген кезде өзін ұстамай, көзінен жас шығарып жылап алу керек. Сол уақытта ғана ер азаматтар өздерін бір жеңіл сезінеді.
мысалы конфликт болды, иә, өмір болған соң адамдар түсініспей жатады, иә, мысалы өзінің жұбайымен, жұмыста, басқа да бір адамдармен қарым-қатынасқа түскенде бір көзқарастары түрленіп, жаңағы конфликт орын алып жатады. Сол конфликтті қалай ішке сақтамай, не тым агрессияға кетпей дұрыс шешу керек. Конфликт неден туындайды? Мысалы, конфликт екі адамның дүниетанымының екі түрлі болуынан. Конфликт екеуміздің арамызда егер мысалы үшін конфликт туындаса, менің дүниетанымым басқа, менің ұстанымым басқа да, менің сізге айтып тұрған ұстанымым мен үшін дұрыс. Ал бірақ сіздің дүниетанымыңыз басқа, тәрбиеңіз басқа, басқа ортадан келдіңіз, сіздің табиғатыңыз да әйел. Сіз болған сіздің өзіңіздің дүниетанымыңыз басқа. Сонда сіз менің айтқаным сіздің дүниетанымыңызға сай келмегендіктен сіз оған қарсы реакция көрсетесіз. Сол уақыттарда сол адамдардағы негізінен конфликтлер осылай туындайды. Егер сіздің конфликт болмау үшін не істеу керек? Мүмкіндігі келгенше сіз көп білім алуыңыз керек. Қазіргі уақытта мына білім алу деген өте бір қымбат болып тұр. Өйткені барлығына қысқа да, нұсқа да дайын әлеуметтік желілерден, гаджеттерден, смартфондардан, интернеттен керек нәрсені бәрін алып алады да өзіне қажетті нәрсені. Ал шынайы осындай бір жағдайлар болған кезде олар конфликт шешуге дәрменсіз. Бұған бірінші сіздің біліміңіз жетпейді. Бұл жерде біз айтамыз, шыдамдылық керек, мінез көрсету керек, дұрыс қарым-қатынас жасау керек дейміз да. Жаңағы сыпайылық көрсету керек, мәдениет көрсету керек. Оның бәрі неден? Оның бәрі айналып келгенде білімнен туады. Егер сіздің біліміңіз болып тұрса, сіз мысалы қазіргі уақытта көп адамдар осы мысалы психологиялық бағыттағы осы конфликт шешудің жолдарын жалпы тұлға ретінде қалай даму керек екенін көп оқиды. Ең бірінші мәселе, егер былай айтайық, сізге бастығыңыз ұрысса, бізде көп азаматтарымыз өзінің білімі жетпегендіктен кейде мысалы бастығыңыз сізге не үшін ұрысады? Мысалы, сенің түрің жаман, мұрның пұшық, болмаса сен киімің лас деп ұрыспайды. Бастықтар не үшін? Бастық тек жұмыс барысында айтады. Жұмыс барысында енді ескерту жасауы мүмкін. Сонда бұны неге айтып тұрмын? Өйткені ер азаматтар, жалпы адамдар бұны жеке көп адамдар өзіне қабылдайды, жүрегіне қабылдайды, жанына қабылдайды. Не үшін? Өйткені сені жаман деп тұрған жоқ, дәл қазіргі сәтте жұмысың дұрыс болмай тұр деп. Бұл жерде сіз жаңағы бастық ұрысқан кезде сіз түсінуіңіз керек. Бұл сенің жамандығыңыз, бұл жұмыстың әлсіздігі, жұмыстың жүрмей жатқандығы. Жұмыстағы сіз жіберген немқұрайдылықпен жіберген бір кемшіліктер болуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болады. Біз соны өзімізге жеке аламыз да, маған ұрысты деп, біз бастыққа ренжіп жүреміз. Бұл үшін мен жаңа айтқандай, адамда жан-жақтылық болу керек. Және адам өзі осындай нәрсеге дайындау керек. Психологияда мынандай әдіс бар. Егер өзіңізге жаңағы эмоцияның барлығын, жаңағы бастықтың реакциясының барлығын, негативті реакциясының бәрін өзіңізге алмау үшін сіз оның бетіне қарап отырып, мысалы шашын біреуге ұқсатуы мүмкін, шашын мысалы бір түйенің жүніне ұқсатуы мүмкін, құлағын басқа нәрсеге ұқсатуы мүмкін да. Ол кезде сіздің жаңағы зейініңіз бөлінеді. Сіздің жаңағы болып жатқан реакцияны енді сіз айтпайсыз, бірақ қарап отырасыз да, бірақ осындай нәрселерді есіңізге түсірсеңіз, сол жаңағы нәрселерден бойынша бірте-бірте басқа бір оқиғалар сабақтасып жүруі мүмкін да. Бұл сонда бастықтың сізге айтқан сөзін, ол сізге емес, жұмыс ретінде қабылдауға жеңілірек болады. Әр уақытта да біз біреу бір нәрсе айтса, біз соны өзімізге қабылдаймыз. Біреу бізге сынаса, біз соған ренжіп жатамыз. Біреу бізді мақтаса, біз қуанып жатамыз. Бірақ біз өзіміз осы білім алу арқылы менің қандай нәрсеге мен қабілетім жетеді, қандай нәрсені мен жасай аламын. Мысалы, мені мақтағанмен де мен керемет болып кетпеймін ғой. Мен табиғатым бар, өзімнің табиғатымның деңгейін, мысалы біз психология дейміз, мен концепция дейміз да, мен. Мысалы, мен жақсымын, мен әдемімін, мен кереметпін, мен білімдімін деген сияқты. Мен адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай аламын, мен көп ақша таба аламын деген сияқты. Мен басқа адамдардан биікпін дейді, біреулер мен басқа адамдармен бірдеймін дейді, біреулер мен басқалардан төменмін дейді. Сонда мен концепция біздің өмірімізде үлкен рөл атқарады. Біз сонда біліміміз неғұрлым көп болса, өмір тәжірибеміз көп болса, біз өзіміздің мен концепциямыздың деңгейін білеміз. Егер мысалы 100% шкаламен алатын болсақ, мүмкін мен 70-те тұрған шығар, болмаса 50-де тұрған шығар. Біз жобалап біле аламыз да. Сонда біреу мақтаса, біз мақтанып кереметпін деп кетпейміз. Біреу жамандаса, біз оны төмендеп түсіп кетпейміз. Мен концепциямыздың деңгейін білетін болсақ, көрсеткішін білетін болсақ, біз өзіміздің қандай дәрежеде екенімізді біле алатын боламыз.
жұбайымен әйелмен қарым қатынасқа көшетін болсақ, ол жердегі мысалы болатын кикілжіңдерді қалай дұрыс, экологично деген сөз бар ғой, экологично шешкен дұрыс. Адамдар өзін сезіну, ойын жеткізу деген сияқты. Біз мына адамдар психологияны білмегендіктен, психологияны оқымағандықтан, біз сол мысалы әйелімізбен арамыздағы туатын жанжалды біз дәл сол уақыттағы ситуация ретінде қарастырамыз. Жоқ. Аяқ астынан ситуациялар болуы мүмкін, или қолдан бір нәрсе түсіп кетіп сынса, сонда ал былай мақсатқа бағытталған ұрыстар, олар жинала береді біздің өмірімізде. Өткенде жаңа тамақ дәмді болмай қалды, сосын мен рұқсатымсыз 10 күн бұрын осыдан 10 күн бұрын мен рұқсатымсыз бір жерге кетіп қалды. Болмаса жаңа күйеуі әйелін ескертпей түнде кеш келді. Сосын бір туысқанына, жаңа ағасына ма, әйелінің ағасына ма, или бауырына ма дұрыс сөйлемей қойды осыдан бір ай бұрын. Осындай нәрселердің барлығы жиналып келіп, бір уақытта ақтарылады дейсіз ғой. Бірақ жаманы адамдар жаңағы жинай береді да, уақытылы бүйтіп шешіп отырмайды, әңгімелесу арқылы. Сондықтан да бұл жерде егер сіздің көңіліңізден бір нәрсе шықпай қалса, ол кішкентай, сол уақытта ол кішкентай нәрсе. Ал олар кішкентайдан тамшыдан жинала берген үлкен уже жаңағы көп су болады. Көл болып ақтарылады. Бір көл болып ақтарылуы мүмкін, тамшылап жүрген. Ал тамшы кезінде ол зиянсыз. Сондықтан да мен айтам, егер клиенттерге сіздің көңіліңізден бір нәрсе ұнамай қалды ма, сіз сол уақытта шешіңіз, сол уақытта айтыңыз. Сол уақытта мүмкін бір-біріңізге келіспей қалуы мүмкін, бірақ ол үлкен дауға айналмайды, үлкен ажырасуларға апармайды. Адамдардың бала кездегі өмір тәжірибесі біздің болашақ есейгендегі өмірімізде үлкен рөл атқарады. Біз отбасында осындай әкеміз бен анамыздың күнде ұрысып төбелесіп көрген өссек, сол үйдің қызына да, сол үйдің ұлына да отбасында конфликт ол қалыпты жағдай сияқты. Ол күнделікті болуға міндетті, ол жаңағы бір отбасылық заңдылық сияқты болады, ол міндетті түрде болу керек. Өйткені мен әкем мен анам ұрысты, маған да сондай болады. Әкесі анасын ұрса, мысалы сол үйдің қызы күйеуге тұрмысқа шықса басқа жігітке, оның күйеуі егер ұратын болса, ол келіншек мен әкемді анамды ұрды, өліп қалған жоқ, қалыпты нәрсе, норма. Сол арқылы ол да өзінің күйеуін солай қабылдайды. Сол кезде біз осындай нәрселердің барлығын біз кешенді түрде қарай алмаймыз да. Біз дәл сол уақыттағы ситуацияның айналасында қараймыз. Біз кеңінен масштаб түрде ойлап, болжам жасап, өткені қалай болды, қазір қалай, болашақта қалай болады. Осыған отбасылық деңгейде біз қатты маңыз бермейміз да. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.